Тәм берген сарыарқадай гүл өңірге, жайнаған отанымның жүрегінде, Астанам бақ ошағым, түп қазығым, айналған бар қазақтың тірегіне демекші 6 шілде біздің еліміздің елеулі күндерінің бірі. Бұл әсем Астананың туылған күні. Астана кез келген мемлекеттің басты қаласы. Мұнда мемлекеттік биліктің жоғарғы органдары орналасқан. Астананың ел өміріндегі рөлін атап өту үшін арнайы мереке Астана күні бар. Шығармашылық адамдар өздерінің сүйіспеншілігін бейнелеу өнері арқылы көрсетеді. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің қорында дарынды, талантты суретші, қарағандылық суретші Лидия Дмитриева Дроздованың «Ашық аспан астында» картинасы сақталған. Картина 2014 жылы акрил техникасында жазылған. Ол өзіміздің бас қаламыз Астанаға арналады. Біздің алдымызда Астананың әсерлі архитектуралық ансамблі бүкіл әлемді өзінің сұлулығымен және энергиясымен таң қалдыратын әдемі және заманауи қаланың панорамасы ашылады. Картинаның бүкіл орталық композициясын әкімшілік ғимараттар, тұрғын үйлер арқылы өтетін алаң бейнеленген. Сондай-ақ бәйтерек тәуелсіздіктің және елдіктің нышаны. Монументтің атауы жас, мықты ағаш дегенді білдіреді және болашаққа ұмтылған тәуелсіз Қазақстанды сипаттайды. Осы сұлулықтың ерекше ететін шаңырақ көтерген стилистикалық түйе мүсіні. Ашық аспанда ақ бұлттар, олардың шеттері қазақтың ұлттық ою өрнектеріне ұқсайды. Картина «Ашық аспан астында» деп аталуының себебі де осында. В прошлом году фонды музея пополнились 2 произведениями члена Союза художников Казахстана Сергея Даниловича Щеголихина, посвященные Астане. Астана праздничная, так называются картины, которые написаны автором в 2008 году к десятилетию самого главного города страны. Как признается карагандинский художник, он писал картины в течение года, откладывал, затем, когда приходило вдохновение, снова возвращался к холсту и кисти. Идея картин возникла не сразу. Сергей Данилович искал сюжеты и стремился к тому, чтобы совместить историю столицы и страны. Первое произведение – это городской пейзаж. Он наполнен зелеными, синими, желтыми оттенками. В нижней части полотна представлен летний парк, где над разноцветными навесами отдыхают люди. Возле 3 красочных юрт мужчины и женщины, одетые в национальные костюмы, играют на домбре и танцуют. А в верхней части произведения самые узнаваемые архитектурные сооружения столицы, вызывающие восторг. Здесь и символ независимости Байтерек, и дворец мира и согласия, городская мечеть, цирк, торговые центры и административные здания. На холодном небе столицы сгустились тучи, но видны проблески голубого цвета к светлому оттенку. Это означает путь к светлому будущему и обновлению. Сергей Данилович мерекелік Астана деп аталатын екінші туындысында түнгі қала, әсем қаланың бейнесін бейнелейді. Туындының ортаңғы бөлігін жақсылық нышаны Бәйтерек алып тұр. Мерекелік отшашулар Есіл өзені арқылы өтетін көпірлерді, мүсіндер мен ғимараттарды жарықтандырады. Астана отанымыздың жүрегі. Жас, жарқын, сәнді, барлық қазақстандықтарды біріктіретін және болашаққа ұмтылған қала. Астана шығармашылық адамдар үшін шабыт көзі болып табылады. Сондықтан гүлдене бер Астана, гүлдене бер біздің керемет Астана дегім келеді.